Сәлем қыздар, бүгін мен сіздермен осындай дөңгелек формалы сөмкенің қатарларын бір-бірімен қалай байланыстыру керектігі жөнінде бейнероликпен бөліскім келіп отыр. Ол үшін менің жасаған әрбір әрекеттеріме мұқият қарап қайталауларыңызды сұраймын. Ең алдымен біз бастаушы қатардың үстіңгі бөлігіндегі осы екі жіпке крючокты кіргіземіз де аяқтаушы қатардың жібін осыған қосатын боламыз. Мінекей. Осы жіпті тартып, мынау көлем сиятындай етіп ұзартамыз. Сонан соң бұл алынған жіпті өз бағытына қарай айналдыратын боламыз. Мінекей, қараңыздар. Енді мына жақтан мінекей мынау жіпті тартатын боламыз. Біздің бастапқы негізгі жібіміз осыны тартамыз. Қатты күш салып тартудың қажеті жоқ, кішкене бос болып тұрған жақсы. Егер қаттырақ тартатын болсаңыздар, сіздердің мынау галочкаларыңыз басқалармен салыстырмалы түрде кішкене болып қалады және ол сүйкімсіз көрінеді.